Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесу керек. Ал адам түзу болу үшін оған бала кезінен тәрбие беру керек. Тәрбие тал бесіктен басталады деп жиі айтамыз. Ал шынында қазіргі заманда сол тәрбиенің мәні сақталды ма? Армағай, сіздермен бірге мен Кеген Айнара. Дәл осы өткір мәселені талқылау үшін бүгін біз Кербұлақ ауданының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының білім беру саласының үздігі, Кербұлақ ауданы аналар кеңесінің төрағасы Ақбасова Ғалия Ниязқызымен сұхбаттасуды жөн көрдік. Ал құрметті ағайын, біз қазір Ғалия Ниязқызының шаңырағына келдік. Ғалия апай, бізді шаңырағыңызға шақырғаныңызға көп рахмет. Жалпы бүгінгі көңіл күйіңіз қалай? Рахмет, жаным. Көңіл күй жақсы, әрине мына мереке, көктемнің алғашқы күнінде әйелдердің мерекесі тұспа-тұс кеп жатыр. Осы мерекеде әйелдердің, аналардың, қыздардың көңілдері қандай болу керек, көтеріңкі ғой. Әрине. Сондықтан өздеріңді де мына мерекемен құттықтаймын. Ал енді Ғалия Ниязқызы, бірінші сұрағымызға көшсек, енді халқымыз тәрбие тал бесіктен басталады деп бекер айтпаған. Сіз өз сөзіңізде де осы бір ұстанымды ұстанады екенсіз. Сіз қаншалықты осы пікірмен сіздің пікіріңіз ұштасады, және қазіргі заманда бұл сөздің маңызы қандай? Тәрбие тал бесіктен басталады деп ата-бабамыз бекер айтпаған. Бұл енді сонау ата-бабамыздан бүгінгі күнге дейін ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан жақсы, тағылымы мол, тәрбиелік мәні зор сөз. Себебі жаңағы ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Ұяда адам, мысалы, біз өзіміз бала күнімізде ата-бабаларымыздың жаңағы әкең келе жатыр, анамыздың, содан кейін жаңағы тәрбиелік мәні зор үлкен жаңағы ұлағатты сөздермен өстік. Соның біреуі мысалы көбінесе мына не сөздер тәрбиеге балаларды бағыттайтын, әсіресе керегені керме, босағаны неғма, түнге қарай айғайлама, үлкеннің алдын кесіп өтпе, судың да сұрауы бар, көп су құйып не қылатын болсақ судың да сұрауы бар деп сол кездерде ескертіп отыратын. Енді қазір бүгінгі таңда қарап отыратын болсақ, сол біздің әкеміздің әкелері айтып кеткен сөздердің бәрі қазір міне сол ақырындап келе жатыр. Қазір енді бізде мемлекетімізде су тапшылығы бар ма? Бар. Соны үнемдеуді бізге кішкентайымыздан үйретті. Одан кейін мынау білім алыңдар, оқыңдар, ешкімнің ала жібін аттама, жаман сөз айтпа деп сондай көп сөздер айтатын. Осының бәрі біз өзіміздің бойымызға сіңіріп, сонымен өстік, өзіміз балаларымызды сонымен тәрбиеледік. Енді біз қазір немерелерімізге енді мына өзі қоғамдық жұмыспен айласқандықтан қазір енді ауданымызда 15 округ бар. Сол округте 15 аналар кеңесі бар. Солардың бәрі осы тәрбие жөнінде біз ұлтымыздың кәдімгі құндылықтарын қазіргі жастарға үйретіп, өзіміздің білгенімізді, түйгенімізді, өмірден жаңағы алған жаңағы іс тәжірибеміздің бәрін осы келер ұрпақтың болашағы жарқын болсын деген мақсатта соларға айтып түсіндіріп келуден жалықпаймыз. Бала тәрбиесін ютубқа емес, ата-ананың тәрбиесіне қалай байлаймыз? Қазір енді баланы тәрбиелеу үшін ата-ана өзі соткадан аулақ болу керек. Түнге қарай немесе бір уақыт қана беріп, соның бәрін кішкене қадағалап отырса, одан кейін жаңағы үйдегі тәлім тәрбие балаға ол әсер етеді. Ең бірінші балам тәрбиелі, балам жаңа бақытты болсын, балам жат қылықтардан жат болсын деген ата-ана ең бірінші ол өзінен бастау керек. Жаңағы үйде ерлі байлы екеуі бір-біріне айғайламау, баланың көзінше өте құрметпен бір-біріне қарау. Онан кейін жаңағы мысалы кейде болып жатады, күйеу жұмыстан кешігіп келсе әйел айғайлап жатады, күйеу немесе боқтап айғайлап шешесін боқтап жатады. Мына осындай келеңсіз дүниелер болмаған жағдайда жаңа ата-бабаларымыз айтқан ғой, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің. Кейде осы немерелерді қарап отырып
байқайсың да жаңа қыз балалар кукланы алып жаңағы ақырын жаңағы ана сияқты тербеткені ол сол анасынан көрген дүние. Немесе ұлдардың кішкентай ойыншық машинелерді алып алып жаңағы ары бері ойнап жүргені, немесе жерде жатқан кішкентай бір әлгі әкелерінің тастап тасқан темекіні ауызға салып алып тура солай қайталауы, бұның бәрі жаңағы ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің деген қағидаға келіп тоқтаймыз. Сонда мен айтарым, бірінші кезекте адам өзінен бастау керек тәрбиені. Өзің қалай көрсетесің, ұяңда не жаңағы қандай жақсылық көрсетесің, немесе қандай жаман қылықтар көрсетесің, соның бала бәрін кәдімгі сорғыш сияқты ғой, сорып алады да тура соны айтпай қателіксіз қайталап береді. Сол айтар. Көп рахмет сізге. Ал құрметті көрермен, осылайша шығарылымымыздың соңына да келіп қалдық. Тәрбие тал бесіктен басталып тағдыр қаласады. Шынында ұрпағымыздың болашағы жарқын болсын десек, қазірден бастап тәрбиенің мәнін түсінейік. Ауылымыз аман, ұрпағымыз саналы, жұртымыз тыныш болсын. Сіздермен бірге болған мен, болашақ жас журналист Кеген Айнара. Сау, саламатта болыңыздар.